Ассалаумағалейкум, Азаке. Есімім Әбілқайыр Жұматаев, Нұр-Мубарак университетінің оқытушысымын. Докторант, осы жерде Нұр-Мубаракта докторантурада оқимын. Өзін дамыту, әдебиеттер контексті мұсылман тұлғасын дамыту деген тақырыпта магистрлық диссертация қорғадық. Тұлғалық даму бағытына байланысты тұлғалық дамиын дейтін болса адам қалай даму керек деген сияқты сұраққа жауап беруге тырыстық. Өзім бұның алдында мамандығым кәсіптік оқыту шебері, мұғалім. Шамамен осымен биыл 12 жылдай уақыт болды біз жастармен жұмыс жасай бастағанымызға. Студенттермен жұмыс жасадық көбінше. Және былай әртүрлі алуан қалуан қызметтер атқардық. Қазақстан мұсылмандар діни басқармасында да болдық. Мемлекеттік мекемелерде жұмыс жасадық. Көбінше бірақ енді негізгі өзімнің бір миссиям я болмаса бір өзімді көргім келетін сала осы жастармен жұмыс жасау саласы болып табылады. Жақсы, мынауда жақсы сұрақ өте 21 күн ішінде қалыптастыру деген қаншалықты рас деп. Бұл мәселе алғашында өте кеңінен айтылды, өте танымал мәселелердің бірі болды. 21 күн ішінде кез келген дағдыны қалыптастыруға болады екен деді. Бірақ ол ғылыми тұрғыдан алған кезде кейіннен жоққа шығарылды, өйткені ол қандай зерттеуге негізделген еді. Адамның денесіндегі физикалық өзгерістерге негізделген 21 күннің ішінде мысалы ретінде бір екі сынған я болмаса жарақаттанған жер болатын болса 21 күннің ішінде я болмаса үйреніп кетеді. Орган салған уақытта 21 күннің ішінде 21 күннің ішінде ол бітіп кетеді, дамып кететіндігі негізделген болатын. Ал бірақ бұл жақсы естіліп тұрса болды. Осылай ұстап оны сөйлей берейін. 21 күннің ішінде дамып адамның бойына сіңіп үйренісіп кетеді екен. Сол нәрсеге негізделген екен. Ал бірақ адамның бойына әдет қалыптастыру деген ол жаңағы физикалық бір орган немесе басқа бір нәрсені қосылу емес қой. Ол адамның психологиялық, физиологиялық түрлі деңгейдегі жағдайларына байланысты. Сондықтан әдет қалыптастыру 21 күнде деген нәрседен кейіннен бас тартылды. Адам үйренісу үшін 21 күн керек, бірақ оны кейіннен бекітіп, әрі қарата дамыту үшін адамның бойындағы бір әдетке айналу үшін, оның табиғатына айналу үшін, оны әлдеқайда көбірек уақыт керек. Бірақ исламда көбінше өздеріңіз байқасаңыздар 40 күн деп айтылады. 40 күн деп айтылады. Және де оны әрі қарата дамып адамның табиғатына айналып кету үшін бұл жерде уже 90 күндей кем дегенде уақыт керек болады. Бірінші ең әуелі тұлғалық даму деген не екенін ашып алғым келіп тұр, кішкене әрі реттен келейік. Және де не үшін біз Рамазанда әдет қалыптастыруға тырысуымыз керек, ол не үшін олай екендігін. Өйткені мысал ретінде Рамазан уақытында егерде айталық мен өзіме, мен бұрын сонда тұрақты түрде Құран оқымайтын адам болатын болсам. Қазіргі мысал ретінде WhatsApp-та тарап жүргендей, әр намаздан кейін мен 4 беттен оқып отыратын болсам, мысал ретінде. Онда мен 3 күннен кейін, 4 күннен кейін, мен одан ол маған ауыр тиіп кетуі мүмкін, әпсімен былайша айтқан кезде. Түсінесіз ғой? Кейін барып мен оны мүлдем тастап кетуі мүмкін. Құран оқымай кетуі мүмкін. Бұл сияқты жағдайлар жиі кездеседі, жиі көреміз, көп көреміз. Ал бірақ бұдан абзалырақ тиімдірек болатын әдіс-тәсіл қандай? Мысал ретінде егерде сіз әр намаздан кейін бір бет Құран оқып отыратын болсаңыз, Құран оқу сізге жеңіл болса, егерде ол бір бет ауыр болатын болса, жарты бет. Ал бірақ сіз осы тұрақты түрде қалыптастырып Рамазан біткеннен кейін жалғастырып алып кете алатындай болсаңыз, сіз Рамазаннан алып шықтым мынау нәрсені деп айта аласыз да. Рамазан. Сондықтан біз әдет қалыптастыруға тырысуымыз керек. Сол кезде тұрақты түрде алып отырамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам хадис бар ғой. Амалдардың ең жақсысы аз да болса тұрақты түрде жасалған дейді. Мен Рамазанның кезінде көп намаз оқып, кейін оқымай кеткенімнен гөрі мен аз-аздан бірақ тұрақты түрде орындап отырғаным әлдеқайда абзалырақ. 11 айдың лимитін орындап дейсіз ғой. Иә. Жақсы, мен түсіндім. Асеке, былай ғой. Ең әуелі тұлғалық даму деген не, соны біз ұғып алуымыз керек. Қазіргі уақытта біз саморазвитие дейміз, басқа дейміз, бірақ енді тұлғалық даму деген тек қана саморазвитие ғана емес қой, адамның бизнес жасап үйренуі ғана емес қой, адамның тұлғалық даму деген. Тұлғалық дамудың салалары. Осы жерде әбеке, неге біз қазіргі таңда жалпы батыс, мына тұлғалық тренд, жаңа бренд, даму, личное развитие, ковид деген сияқты адамдарды көп айтып, тіпті жаңағындай практикующий мұсылман дейді ғой, мысалы 5 уақыт намазы бар, Құран тұрған адамдардың көбі сол жақты айтып, сол арқылы шығып, неліктен деп ойлайсыз осы мәселе? Өте керемет сұрақ негізінде. Мен ойымша бұл жай ғана ақпараттың қолжетімділігіне байланысты шығар. Егер де мысал ретінде тұлғалық дамуға байланысты біз Ибн Рушдтың, Аль-Ғазалидің я болмаса басқа жүйелеріне құрылған кітаптарды көбірек шығаратын болсақ, онда бәлкім бізде соған сүйенген авторлар мүмкін көбірек болар еді. Қазіргі уақытта енді қазақ тілді орталар көбінше орысша айтқан кезде ненасыщенный, тойып қалмаған. Мысал ретінде оған келетін қазақ тіліндегі кітаптар әлде де болсын көп емес. Қазіргі уақытта бірнеше авторлар болғанымен де әлде де көп емес. Ал бұған байланысты орыс тілді аудармалар өте көп, ағылшын тіліндегі кітаптар мүлдем өте көп.
Сондықтан ақпараттың қолжетімділігіне көбірек негізделген деп ойлаймын негізінде. Егер де біз мысалы ретінде сізбен біз көбірек осы сынды кітаптар жазған болатын болсақ, Ибн Рушдтың әдіс тәсілдеріне сүйеніп басқалай деген сияқты хадистермен, аяттармен да бәлкім мүмкін көбірек болар еді. Сіз енді біраз зерттеулер жүргіздіңіз. Осы салада жалпы қай мемлекет немесе қай ұлтта, яғни зерттеу басымырақ? Ең диссертация жазу барысында мені таңғалдырған ел Малайзия болды. Осы ислами тұрғыдан тұлғалық даму деген нәрсені алып шыққан, ислами концепциясын жасап шыққан тұлғаның және оны қалай даму керек екендігінің әдіс тәсілдерін көбейткен Малайзия болды. Малайзияда ағылшын тілді әдебиеттер, ғылыми зерттеулер жұмыстары өте көп. Ислами хадис, аят тәсілдерге негізделген және олар мемлекеттік деңгейдегі жобалар өте көп. Мысалы ретінде ағылшын тілді оқытуына байланысты миллиондаған ақшалары бөлініп, мемлекеттік деңгейде жобалар жасалған. Кейін олар анализ жасап, ғылыми жұмыстар жүргізген. Ең әуелі біздің бірнеше әдебиеттерді атап өтейін. Әдет қалыптастыруға байланысты мен бір тәжірибелік тұрғыда көбірек пайдалы деп тапқан әдебиет Джон Норкросс деген кісінікі, «Прокачай себя» деп аталынады аудармасында. Бұл кітапта шынымен де ғылыми деңгейде негізделген және де тәжірибелік тұрғыда өте тиімді әдіс тәсіл берілген. Бұл жерде мысалы ретінде адам жаман әдеттен қалай құтыламын дейтін болса, және жақсы әдетті қалай қалыптастырамын дейтін болса, не қажет деген нәрсеге ғылыми және тәжірибелік тұрғыда өте керемет жауап берілген. Ғылыми болсын, тәжірибелік болсын, опыты бұл кісінің өте жоғары және де мен өз басым пайдаланатын әдістердің бірі. Тағы бір айтып, бірінші біздің көрермендер жазып алсын. Джон Норкросс «Прокачай себя» деген аударма. Ағылшын тілінде де бар, кім оқимын дейтін болса, ағылшын тілінде де табуына болады. Джон Норкросс. Біздерде қазір кітапханаларда көп кездесе бермей, электронды вариантын мүмкін іздесеңіз де сатып алуға болатын шығар. Проблема неде? Көбінше проблема неде бізде Асеке? Мысалы ретінде біз әдет қалыптастырамыз дейміз, дамимыз дейміз, бір нәрсе жасаймыз дейміз. Сонда бізге әсер ететін не нәрсе? Не үшін біз мысалы ретінде бір істі бастаймыз деп мойнымызға аламыз, ал бірақ нәтижесінде біз оны қалдырып кетеміз. Не үшін болады ол жағдай? Иә, әлбетте жалқаулықтың әсері бар. Мысалы ретінде көбінше біздің проблема біз бірден көп нәрсені мойнымызға алып алуымыздан келіп туындауы мүмкін сияқты. Мысалы ретінде бағанағы айтқан сияқты мен Құран оқимын деп шештім. Бірден күніне 10 бет, 20 бет оқып бастаймын дағыны, ол менде көп деңгейге бармайды. Ал бірақ мынау кісінің жаңағы Джон Норкросстың жалпы көбінше ғалымдар ұсынатын әдісі қандай? Ең әуелі бір салада егер де әдет қалыптастырамын дейтін болсаң, онда біздің проблема неде? Бізде өзімізге көп жүктеме алып аламыз дағыны, көбінше оны көтере алмай жатамыз. Бірақ біз мына автор ұсынатын әдіс негізінде қандай? Автор былай ұсынады: бір салада егер де әдет қалыптастырамын дейтін болсаң, ең әуелі ол жайында мотивация жинап алу керек дейді. Оның тілімен айтқан кезде. Мысалы ретінде мен егер Құран оқимын дедім ба, мен Құран оқуды кәдімгідей жіберіңдерші мені Құран оқиын деген деңгейде, өте жоғары деңгейде ынта жинап алуым керек та. Ол қалай болады? Бір кітаптар оқу, болмаса сол бір қариялармен кездесу деген сияқты, осы сияқты ситуацияларды дамытып, мен өзіме қажет деңгейде бірінші мотивация жинап алуым керек. Автор айтады, егер де дейді, жоқ мен істеймін, жіберіп болып бастауым керек дейтін қолы дірілдеп тұратын деңгейде егер де мотивация жинамаған болатын болса, мен оны ол әдетті қалыптастыруға, я болмаса ол әдеттен бас тартуға жетелейтін келесі қадамдарға жібермеймін дейді да. Біз кей кезде мысалы ретінде Құран оқуымыз керек қой, иә, баламыз Құран оқуымыз керек, иә, Құран оқуды бастау керек деген сияқты мотивациямен бастаймыз да, былайша айтқан кезде. Әлбетте бұдан уже ол көп уақытқа жететін мотивация, бұл көп уақытқа жететін әдет қалыптастыра алмайды. Осы жерде бір қызық дилемманың арасына айыруға болады ше. Мысалы ретінде бір кісілер айтады, бізде бүкіл акцент мотивацияға болу керек деп айтады. Мысалы ретінде Джон Максвеллдің мынандай бір кітабы бар, «Мотивация решает все» деген. Яғни мотивация бәрін шешеді деген кітапта. Мотивацияң болса, сен неге екен деген сұраққа жауап беріп алсаң, кез келген қалай табасың деген сияқты мысалы үшін ұстанымдар бар да. Ал бірақ мотивация не үшін 3-ақ күнге жетеді? Мысалы ретінде 3-ақ күнге жетсе, сен қалай әдет қалыптастырасың? Сонда бұл мотивацияның негізгі рөлі алғашқы уақытта бізді біраз жерге шейін секіртіп жіберу да, лақтыртып жіберу. Сосын барып сен уже мотивациямен 3 күн, 4 күн, 5 күн, 6 күнге жетіп алғаннан кейін барып, әрі қарата сен оны әдетке қалыптастырып үлгерсең, әдетке қалыптастырып жіберіп үлгерсең, кейін барып уже тұрақты түрде әдет қалыптастыруға мүмкіндік пайда болады. Мысалы ретінде алайық. Менің мотивациям мынау деңгейде. Иә? Өте жоғары мотивация жинап алдым. Кейін барып мен осы деңгейде кітап оқытсаймын әдетте. Кітап оқуым керек деген әдетті алатын болсақ, мынау деңгейде мотивация алып алғаннан кейін барып, мынау деңгейде мен кітап оқытсағаннан кейін барып, келесі күні уже мотивация азаяды. Сосын мен әдетте осы деңгейде бірден тағы да кітап оқып тастаймын, сонда мотивация тағы да азаяды. И осылай кете береді. 2-3 күннен кейін мотивация минусқа кетеді, сонда әртүрлі сылтаулар басталады.
мен бүгін қолым болмай тұр, ертең барлығын қосып оқимын, басқа қыламын деген сияқты деңгейде жасылтаулар бастала береді. Ал бірақ біз мынау деңгейде мотивация жинап алғаннан кейін барып, мынау деңгейде ғана мысалы ретінде кітап оқыған болсақ, 40-50 бет емес, 5 бет, 4 бет, 3 бет. Мысалы ретінде мен әдетте кеңес беремін, адамға орыс тілді, қазақ тілді әдебиет болған өзінен 5-ақ бет оқыңыз деп ше. Сонда сен келесі күні бір жаңағы тәбетің әлде де ашық та, сен тойынып қалмағансың да. Мысалы ретінде сен бүгін тамақ жеймін деп шештің, и саған бірден бір табақ мантыны жеуің керек, 2 табақ мантыны жеуің керек деп қинап отырып жегізіп тастайтын болса, сен ертеңгі күні манты жеуге желаниең қалмай қалады да. Ал егер де сен мынау деңгейде мысалы ретінде мотивацияң болып тұр, и саған 2-ақ, 3-ақ манты берді, 5-ақ манты берді да. И сен уже келесі манты жегенге шейін ынтығып отырасың, оған дәмін көргің келіп отырады да. Неке саған 1-ақ манты, қалған палаумен тойдыра тұр деген сияқты мысалы болатын болса. Түсіндіңіз ғой да? Уже сен мынау деңгейде мотивация жинадың, мынау деңгейде ғана кітап оқыдың, келесі күні мотивация азаймайды, уже көбейеді да. Түсіндіңіз ба? Сонда сен уже келесі күні тағы да 5-ақ бет оқисың. Тағы да хат азайып қалмайды, көбейіп отырады керісінше, ынта да, асығыстық пайда болады да. И осылайынан уже қалыптасып отыр. Мынау мотивация бәрі де ақырындап азаюы мүмкін, бірақ сен ол кезге шейін уже әдет қалыптастырып үлгересің да. Сен 3 күннің ішінде барлығын тауысып тастамайсың, керісінше оның ұзақ уақытқа жетіп, сенің бойына әдеттің қалыптасуына мүмкіндік бересің да. Яғни қорытындылаған кезде резюмируем, сен бірінші өте жоғары деңгейде мотивация жинап аласың, кейіннен барып оны әдет қалыптастыру үшін аз-аздан ғана пайдаланып отырасың. Түсінікті ғой, өте қарапайым әдіс негізінде. Тәбетіңді жоғалтпас үшін дейсіз ғой. Одан сайын аз-аздан ғана. Тойынып қалмау үшін. Мотивация деген енді адамның кез келген ынта жігері ғой, бір нәрсе жасауға деген қалауы да. Исламда әлбетте бар. Мысалы ретінде біз қарапайым уағыз тыңдаймыз. Біз уағыз тыңдаймыз, біреулер мотивационный лекция тыңдайды. Мысалы ретінде ол екеуі в принципе бір негізінде былай физиологиялық я болмаса әдетті қалыптастыру тұрғысынан алған кезде екеуі де бір негізінде. Қазіргі таңда сол жаңағындай мотивация деген сөздерді көп қолданып, кейбір жаңағындай исламдағы құндылықтарды қалтырып бара жатқан сияқтымыз ба, қалай ойлайсыз? Кей кезде ондай тенденция байқалады негізінде. Біз кітап оқуымыз керек болған жағдайларда, мысалы ретінде біз діни емес, біз уже жаңағыдай ғана кітаптармен шектеліп қалатын кездер болады. Енді мынадай бір ол жерде ұстаным бар. Екі орта жолды сақтану деген ше, мысалы ретінде. Айталық, например, қазір сізде орыс тілінде я болмаса осындай бір бизнес деңгейінде жазылған бір керемет бір кітап бар. Бірақ мен ол тек қана ислами кітаптармен ғана шектеленіп деп сіз одан бас тартыңыз, әлбетте ыңғайлы емес. Әлбетте ол дұрыс емес. Мысалы ретінде мен бір SMM-ге я болмаса бір таргетингке байланысты, я болмаса там мысалы ретінде айтайық, Инстаграм жүргізуге байланысты белгілі бір жұмыс бастап жатырмын да. Мен оның негіздерін ислами кітаптардан, хадис аяттардан іздеп, оны әкеліп шығаратындай мен ғалым емеспін ғой. Оның үстіне мысалы ретінде араб тілді білмеу мүмкін. Я болмаса қазақ тілді кітаптардың ішінде діни ондай бір мәселелер қозғалмауы мүмкін. Бұл жерде әлбетте мен дайын кітапты алып пайдаланып тұрған ештеңе жоқ. Бірақ проблема қай кезде туындайды? Проблема бізде исламда ол жоқ дей бастаған кезде туындайды. Және де адам ол құндылықтарды, ол басты құндылықтарды діни құндылықтан жоғары қоя бастаған кезде туындайды. Мен оны бір тіл оқумен салыстырамын ше, мысалы ретінде біздің зиялыларымызда мындай ұстаным болған дейді. Алғашқы уақыттары бірыңғай тек қана қазақ тілінде ғана білім алған. Мысалы ретінде байқасаңыздар, біршама зиялылар медресе, мешітте я болмаса тмманы молданың алдында сауат ашқан. Кейіннен барып мысалы ретінде орыс тілін меңгерген, басқа тілді меңгерген және алға қарай жүріп отыра берген. Тура сол сияқты бізде де ең әуелі адамның бойында діни, ислами иммунитет, түсінік, ұғым, тәрбие қалыптастырып алуымыз қажеттігін. Кейін барып сен егер де мысалы ретінде басты құндылықтарды, я болмаса басты тілін, мәдениетін, өркениетін алып жатқан болатын болсаң, саған ол толыққан сен табиғатын жойып жіберуге мүмкіндік бермейді. Сенде бәрібір осының басын тұрады. Мысалы ретінде кейбір кісілер айтады, медитация, я болмаса басқа деген сияқты нәрсе исламда жоқ деп айтады да, мысалы ретінде. Я болмаса не үшін ол әсер береді деген сияқты, мысалы ретінде. Онда демек оныкі дұрыс болып тұр ғой деген сияқты әртүрлі адамның жүрегінде бір тұрақсыздық туындататын жағдайлар болып жатады. Әлбетте ол уже белгілі бір проблемалар туындатады. Ол бір құрал болу керек та бізге былайша айтқан кезде. Тайм менеджментін алуымыз керек. Иә? Біз оның жаңағыдай SMM-ын басқасын я болмаса әлеуметтік, гуманитарлық, техникалық ғылымдарын алуымыз керек. Ал бірақ құндылықтар бізде бәрібір де ислами болып қалу керек та. Адамның табиғатында, адамның жүрегін Абу Хамид аль-Ғаззали бір көлге ұқсатады. Көлге келіп құятын бірнеше өзендер бар дейді. Мысалы ретінде айтайық, бір трубалар әкеліп құяды бір өзенге. Олардан не келіп құйылса, жаңағы көлдің ішін сол толтырады ғой. Иә. Мысалы ретінде балшық келіп құйылып жатқан болатын болса, ортадағы көлді балшық толтырады. Егер де олардан келіп мусор төгіліп жатқан болса, мусор толады деген сияқты. Мысалы ретінде таза су әкеліп құйып жатқан болатын болса, ақыр түбінде оны таза су толтырады. Тура сол сияқты адамның жүрегіне әкеліп құйып жататын әртүрлі каналдардан
адамның дене мүшелерінің әрқайсысын каналға теңеген ғой, көз, құлақ, басқа бар деген сияқты. Егер де олардың ішінен ислами ақпарат әкеліп құйылып отырған болатын болса, әлбетте ол әрі қарата жүрегінде оның ислами имани нұр өшпейді. Ал егер де ол жерден тек қана жай ғана батыстығы ғана құйылып отырған болатын болса, ол адамды адастырып жіберуі де мүмкін. Өйткені олардың көбінше арасында эволюция мысалы ретінде теориясы я болмаса дарвинизм, я атеизм басқаға көбісі осындай контекстта жазылады. Олар уже адамның ақыр түбіне келіп куфрға ұшыратуы мүмкін. Мысалы ретінде Исхақ Адызовты алдыңыз, Джон Аллерді алыңыз, басқаны алыңыз, барлығын оқу барысында сіз байқайсыз. Көбінше жаңағыдай эволюцияға негізделіп жазылады, мысалы контекстін жазылады. И ол нәрсе ақыр түбінде адамға келіп әсер ете береді. Әсіресе мысалы ретінде бізде қазір модный кітаптарды оқу деген тенденция бар ғой қазір. Жаңа Сапиенс деген кітап бар, я болмаса Патрик Дориан Грей дейді мысалы ретінде. Көбінше модный осындай бір кітаптар оқуға тырысады да. Ал бірақ мысалы ретінде айтамын, ақидаға байланысты сен кітаптарды оқуға болмайды. Қазіргі уақытта Кроличья нора деген кітаптар бар. Ол деген адамды кәдімгідей иманнан айырып жіберуі мүмкін да. Сен иманнан айырылу қаупі болатын болса, сен ол кітаптарды оқуың сенің ақыретіңе зиянды да. Ол жерден сен дүниелік пайда тапқандығының өзі сені құтқармайды. Оның үстіне мысалы ретінде Кроличья нора болсын, Сапиенс болсын, сенің тікелей маман болуыңа я болмаса тұлғалық дамуыңа әсер ететін кітаптар емес. Разнообразие, кругозор деген сияқты нәрсе жақсы, ал бірақ иманды бәске тігіп емес қой. Ендеше сіз Адамның құндылықтар жүйесі болу керек та. Бірінші деңгейде мысалы ретінде мен үшін не маңыздырақ анықтап алатын болсам, кейін барып солардың негізінде уже әрі қарата дами беруге мүмкіндік болады. Проблема емес, егер де ол құрал болатын болса, инструмент болатын болса, мысалы ретінде Глеб Архангельскийдің кітабы бар, Time Drive деген. Ол жерде академиялық, я болмаса бір имани, ақидалық мәселелер қозғала бермейді. Ол нақты адамның өзінің күнделікті өмірін ұйымдастыруына байланысты. Мысалы ретінде біреу маған айтса, таймажым туралы кітап айтыңызшы десе, мен соны айтамын көбінше. Бізге қазаққа жаңағыдай СНГ менталитетіне көбірек жақсы сәйкес келетін кітап та. Яғни оның барлығы келіп иманның үстіне құрылған болатын болса, яғни сен бір дүниелік, ақыреттік бір пайдаға келуге тырысатын болсаң, мұсылман ретінде дамуға тырысатын болсаң, әлбетте ол солай. Ал егер де сен өз құндылықтарыңды танымай тұрып, егер де сол жаққа қарай бірден талпынатын болсаң, ол сенің табиғатыңды бұзып қоюы да мүмкін, әбден мүмкін. Қазіргі таңда мысалы күн мен түн, жаңағы уақыт деген нәрсені біз реттей алмай жатамыз көп жағдайда. Осыған байланысты не? Енді Рамазан қызық кез ғой. Әсіресе егер де мысалы осы карантиннің кезінде алдына бір кісі айтпақшы. Күндіз ұйықтап, түнімен тамақ ішіп жүретін кез ғой, біраз адамдар үшін. Бірақ енді ақиқатына келген кезде ең маңыздысы мен түсінгенім тайм-менеджментта басқа да болсын, әр нәрсені жаңағыдай бір тура нақты уақытында істеу басқа сияқты нәрсе емес. Ең маңыздысы дұрыс нәрсені ал және тұрақты түрде істеп тұру. Мен көбінше менің өз семинарым бар, 3 түрлі ұстанымға байланысты: приоритет, постоянство, фокус деген. Яғни приоритет адамның өзіне не қажет екендігін, не басым екендігін, бағана айтқан сияқты құндылықтар жүйесін нақты орнатып алу, кейін барып фокус жасау және приоритет жасау, постоянство жасау. Мысалы ретінде мен үшін ең маңыздырағы қайсы екендігін ұғып алдым. Мысалы ретінде бірнеше құндылықтар жүйесін анықтап алдым өзім үшін. Мен үшін на данный момент мысалы Құран жаттау болатын болса, Рамазан ғой енді қанша дегенмен, бұл менің басқа нәрселердің арасындағы приоритетім болуы тиіс. Приоритетін анықтап алуым керек. Сосын барып осы істің ішінде мысалы ретінде Құран жаттау үшін мен не істеуім керек? Мен қазір бір жақсы бір жүйе шығып отыр. Кем дегенде бір 50 хатым жасап бітіруім керек деп айтады. Мысалы ретінде бір тұрақты түрде жатып жаттап жатқан адамдар болмау үшін. Мысалы ретінде осы әдісті алатын болсақ, мен күніне 4 бет кітап, 5 бет Құран оқып отырмын. Мысалы ретінде жеткілікті болуы мүмкін бастапқы деңгейде. Приоритетін анықтап алдым ғой. Күніге намаздан кейін 1 бет Құран оқып отыру. Мен намаздан кейін барып Құран оқиын деп жатқан уақытымда менде тағы да басқа да варианттар бар. Сотқа қарау басқа деген сияқты. Мен приоритетім не болады бұл жерде? Құран оқу. Приоритетін анықтап алдым. Осы жерде жаңағы Құран оқуға байланысты приоритет қойғаннан кейін барып постоянство жасауым керек. Тұрақты түрде орындауым керек. Бағана айтқан әдіске сүйене отырып. Кейіннен барып мен оған фокус қоя алуым керек. Фокус қоя алуым деген не нәрсе? Мен қазір 1 бет Құран оқып жатырмын ба? Көңілім осы оқып жатқан бет Құранның ішінде болуда. Басқа жерде емес. Иә, мысалы ретінде кейбір студенттер бар. Мысалы ретінде мен оны шын айтамын, 100 рет оқыдым дейді да, басыма кірген жоқ дейді. Әлбетте кірген жоқ, өйткені сен ол кезде сен басқа бір нәрсені ойланып отырдың ғой. Иә. А егер де адам саналы түрде мінекей қабылдап отырып 100 рет оқитын болса, бір аятты оны жаттамау қиын әңгіме. Сондықтан фокус қоя алу қатты маңызды. Мысалы ретінде көбінше біздің проблемамыз дұрыс нәрсені білмегендігімізден емес қой, көбінше біздің сен өзің тауып, орныңды тауып, миссияңды тауып, мақсаттарын анықтағанның өзінде кейде сен отырып
істеуге мүмкіндігім болмай жатады да. Ол кезде мысалы ретінде адам тұрып кете береді, көңіл бөліп отыра береді. Мысалы ретінде бір кісілер айтады, мен артымды басып жерге отыра алмаймын дейді да, мысалы ретінде отырып айналыса алмаймын дейді. Ондай кезде уже жай ғана ментік помидора деген нәрсе бар. Мен студент болып жүрген уақытта ең алғашқы рет қатты бір тиімділігін байқаған әдістердің бірі болды. 25 минутқа таймер қойып, 25 минут нақты сол нәрсемен айналысып, 25 минуттан кейін 5 минут өзіме демалыс аламын. Қалған нәрсемен айналысамын. Ол мейлі сыртқа шығу болсын, басқа болсын, яғни демалыс. Адам демалысын бір жүйеге қоймаған болатын болса, оның жұмысы жүйелі болмайды, жемісті бола бермейді көбінесе. Сондықтан адам демалысын бір жүйеге қойып алу керек. Сосын барып ол жерден шығады. Тура осы әдіспен мен айтайын сіздерге, бір где-то күніге 5 сағаттан оқып өттім. Дәл осы жаңағыдай метод помидор әдісімен, сол жаңағы алғашқы араб тілді кітаптарға түскен уақытта мен үшін өте тиімділігін көрсеткен әдістердің бірі болды шынымен де. Мынау өте жақсы сұрақ екен. Ұйқыға байланысты. Біздің бағана айтқан Глеб Архангельскийдің тайм-менеджментқа байланысты кітабында ең бірінші тақырып па? Ұйқы ше? Мен таңғалғанмын ең бірінші алып оқыған уақытта, не үшін ол олай деп ше. Шамамен 3-ші курсқа келген уақытта Әміржан деген жігітпен бірге тұрдық. Әміржан деген жігіт өзі бізбен оқыған жігіттердің көбісі таниды, Шейх Әміржан деп таниды. Өте араб тілі білімі деңгейі өте жоғары жігіт. Соған қарамастан ол өзінің құндылықтарында ата-ана деген мәселе ол үшін өте жоғары болғандықтан, әкені жалғыз қалдырмаймын. Қанша жерден оған неше түрлі деңгейдегі жұмыстар ұсынылғанмен де ата-анасының қасында барып, сол жақта енді жалғыз қалдыра алмайтындай болды. Мен жағдайы сондай болды. Сол жаққа қарай барып сол кісінің қасында отқан жігіт. Өте құндылықтарын керемет приоритеттерін қойып алған жігіт қой. Сол жігітпен тұрған кезде сол Әміржан сөйлеген уақытта арабтар айтады, мынау деген араб қой деп. Арабша тура араб сияқты сөйлейді кәдімгідей. Өте жоғары деңгейде тұрған. Сөздік қоры да, жаңағыдай грамматикасын білуі де өте жоғары деңгейде болды. Шынымен де мықты жігіт болды. Сол жігітпен қуалап жүріп өйтпейді, бірге тұрайық деп жаңағыдай енді көндірдім. Көнбеді емес, қашып жүрді емес, просто ол жаңағыдай қаласынан бірге келген достары бар еді. Бәрі де қуалап жүріп қоймай бірге тұрайық деп жаңағы көндірдім жаңағы жігітті. Жаңағы жігіттің ерекшелігі біздің жаңағыдай Нұрбаракта оқыған жігіттер біледі. Бір адамдық стол бар. Сол столда мәссаған. Анау стол босамайды ғой, сенесіз басы ке. Отырып сабақ оқиын десем, стол босамайды ше. Ал отырып алады да тек оқи береді. Жаңағыдай кітаптар бар, басқалар бар, нелері бар, компьютермен ашып қойып оқиды. Жаңағыдай арабша мультфильмдер көреді. Я кішкентай бір компьютер бар, көрген екенсіз ғой. И сондай керемет та. И ең қызығы ол жігіт 10 сағат ұйықтайтын да. 10 сағат ұйықтайтын. Бірақ сол кейіннен барып сұрадым бір күні ше. Әміржан, сен қанша сағат ұйықтайсың өзің негізі деп. Айтады да, мен алғашында ақымақ болдым дейді. Жаңа жігіттің сөзін айтып жатырмын да. Алғашында мен өз-өзімді қинап жүрдім дейді да. Мен 3 сағат ұйықтап, 4 сағат ұйықтап, аз ұйықтап сөйтіп жүрдім дейді. Кейіннен барып өз-өзімді қинап жүрдім. Ол бір денсаулығымды бұза бастадым, сабақты түсінбей бастадым. Кейіннен барып түсіндім дейді да. Мен одан да ұйқымды жақсы ұйықтайын, демалатын уақытыма дұрыстап демалып алайын. Сосын барып уже ояу уақыттарымды жақсы ойымдағыдай жүйелеуге мүмкіндігім болады деп. Бірінші курста да менде тура осындай дилемма болған. Мен жаңағыдай 8 сағат ұйықтаймын деген принципім болатын. Достарым келіп мен жаңағыдай үстімнен одеялым тартып сол деңгейге шейін барған болатын. Бірақ нәтижесінде сол мен үстімдегі одеялды тартып жүрген кісілерге мысалы ретінде кейіннен сабақ бердім да. Адам ең әуелі ұйқысын қысқартудан бастамау керек та. Ең әуелі адам мынау ояу уақытын дұрыс ұйымдастырудан, тиімді ұйымдастырудан бастау керек та. Ал егер де сен мысалы ретінде 3 сағат ұйықтап, бірақ күндізгі сен эффективный время работы, сен тиімді жұмыс сағатың мысалы ретінде ол жарты сағатқа да жетпейтін болса, онда одан ешқандай пайда жоқ. Мысалы мен сондай жігіттерді көрдім. Біз бірінші курста осылайынан мен принципім болатын, мен нақты ұйқым қану керек, әйтпесе мен сабақ оқи алмаймын деген. Енді ол бір барлығына келетін не деп айтпаймын, қазір кеңірек тоқталамын иншалла. Кейбір жігіттер болды мысалы ретінде ұйқысын қысқартып тастаған 5 сағат, 4 сағат басқа деген сияқты мысалы ретінде. Бірақ сабаққа келген уақытта араб тілінде біз керемет қызығып түсініп басқа отқан кезде ол жігіт ұйықтап отыратын да. Ол жігіт біршама уақыт қиналып қалды да. Түсіндіңіз бе? Сондықтан ең әуелі адам өзіне енді адам білім алу үшін физиологиялық жағдайы болу керек та. Түсіндіңіз бе? Уже адам белгілі бір жоғары деңгейге жеткен кезде барып қана уже адам уже ұйқысын ақырындап қысқарта берсе болады. Ал бірақ сен негізгі ояу уақытыңды толтырмайынша тиімді істермен сен уже ұйқыңды қысқартуға пока әзір ерте. Орнымен болу керек. Майкл Бреус деген кісінің кітабы бар. Всегда вовремя деген. Ол тайм-менеджмент туралы емес, ол ұйқы туралы. Сонмология деген ғылым бар. Адамның ұйқысын зерттейтін ғылым. Тек қана жаңағыдай адамның ұйқысын зерттеумен ғана айналысатын ғылым да.
сол ғылым саласында жазылған кітаптардың бірі. Сол жерде адамдарды бөледі ұйқыға мұқтаждығына байланысты. Бір типтер бар дейді, оларға ұйқысы міндетті түрде қану керек, 8-9 сағат ұйқы керек дейді. 7 сағат пен 9 сағаттың арасында ұйқы керек дейді. Ал біреулері бар дейді, оларға 4-5 сағат ұйықтаса жеткілікті дейді. Түсіндіңіз бе? Яғни ол адамның физиологиялық типіне байланысты, және оны адам өзгерте алмайды екен да, ол тумау болады екен да. Ғалымдардың айтуы бойынша. Мысалы ретінде, менде мысалы ретінде мұқтаждық бар, кәдімгідей толыққанды 7-9 сағат ұйықтауға, мысалы ретінде онсыз басым толыққанды жұмыс жасамайды. Мен қиналып отырамын да кәдімгідей. Ал керісінше, мысалы ретінде адамдарда болады, 4 сағат 5 сағат ұйықтаса жеткілікті оған. Кәдімгідей қызығасың да. Бірақ енді ол Алланың әркімге бергені, яғни ол жерде сен ғалымдардың айтуы бойынша Аллах алем өзгерте алмайсың. Бірақ егер де сен негізгі уақытыңды толықтырған болсаң, өзің тапқан болсаң, неге деген сұраққа жауап беріп алған болсаң, ұйқыны қысқарту да жеңілірек та. Уаллахи айтайын Асаке, ұйықтағанда ғой дейтін кездерім көп болды ше. Ұйықтамай қоюға болатын болғанда ғой әттең деп ше. Өзімді ұйықтауға мүмкіндік беру үшін, өзімді жаңағыдай бір ұйықтан тұрғаннан кейін барып істейтін ісімді белгілеп өзімді қызықтыру қажет кездер болды да. Мен айтпаймын, что менде ұйқы идеально басқамын, бағыттармен үлгі алыңдар деп айтпаймын, олай емес, мүлдем олай емес. Ал бірақ шынымен сондай жағдайлар орын алды, мен үшін былайынан ояу жүру ұйықтауға қараған кезде қызықтырақ болған кездер көп болды да. Мен сол нәтижесінде жаңағыдай денсаулығыма да зиян тигізіп алған кездерім болды, бірақ адам ең әуелі ұйқыны реттеймін дейтін болса, ең әуелі өзінің миссиясын тауып алу керек та, неге деген сұрағына жауап беріп алу керек та. Өйткені мен мемлекеттік қызметтерде басқа жұмыс жасаған кездерім болды, үлкен айлық алған кездер болды, бірінші бизнесқа ие болған кездер болды. Ал бірақ мен Нұр Мүбаракта жатып, стипендия алып, кей кезде аш, кей кезде тоқ болып жүріп, адамдардан қарыз алып жүріп, жазған диссертация жазған кездерім шынымен де мен үшін мысалы ретінде қызықтырақ та. Андай киім алуға мүмкіндік жоқ кездер ше, жаңағыдай бакалавриатта жүрген уақытта мен мамандығымды алмастырдым ғой. Алғашқы уақыттарында сен мамандықты алмастырған болсаң, маман болуға бар күшіңді салуың керексің да. Фокус деген осы нәрсе. Басқа нәрсені ысырып қойып, негізгі мақсатыңа жұмыс жасау да. Сен ол үшін белгілі бір құрбандықтарға баруың мүмкінсің, ал бірақ ол нәрсе ақыр соңында өте жақсы деңгейге жетеді. Мысалы ретінде менде Нұр Мүбарак алғашқы түскен уақытта үйдегі кісілер күлген. Шын айтамын, буквально күлген. Кәдімгідей келген қонақтарға маған саусағын көрсетіп, мынау ғалым боламын дейді ғой деген сияқты жаңағыдай. Мен қолымнан келмейтіндігі үшін емес, ол кезде маған бір керемет $1,500 айлығы бар, өте престижный жерде жұмыс ұсынылып жатыр. Плюс мен бір бизнесіме инвестор тапқам, барлығы керемет кетіп жатқан, а мен барлығын тастаймын, Нұр Мүбаракқа кетіп қаламын, маған мазақ қылды да. Мен шын айтайын, мен бағанағы $1,500 жұмыста жүргенімнен гөрі, мен Нұр Мүбаракта жүрген кездерім өмірімнің бір бақытты кезеңдер деп санаймын да. Сондықтан сен не үшін екендігін жауап беріп алған болатын болсаң, сен уже ары қарата ұйқыңды да реттейсің, ұстаздардың артынан қуалап жүріп жаңағыдай біліміңді де аласың, басқаңды аласың. Ал бірақ ең әуелі сен өзің үшін жаңағыдай өзіңнің орныңды тауып алуың керексің, қызығушылығың, миссияңды тауып алуың керексің да. Сен егер де не үшін деген сұраққа жауап беріп алсаң, осы деңгейде, кейін барып сен уже ұйқыңды реттеу деген нәрсе сенде проблема бола қоймайды. Әлбетте ол жерде адам ортасы әсер етеді. Қазір мысалы ретінде ең керемет тенденциялардың бірі Бенджамин Харди деген кісінің кітабы, қазір жүрген жеріме біраз жерде айтып жүрмін, сила воли не работает деген. Көбінше біз мысалы ретінде адамда сила воли болу керек, ынта-жігер болу керек, адамда жаңағы тәртіп болу керек деп келдік қой мысалы біршама уақытқа шейін. Ал ол кісінің кітабының аты ынта-жігер деген нәрсе жұмыс жасамайды дейді да. Сонда негізгі ой неде? Адамның ортасы адамды қалыптастырады деп айтады да ол. Ол дінге қайшы емес. Асылына келген кезде діннің негіздеріне сәйкес келеді да. Мысалы ретінде пайғамбар саллаллаху алейхи хадисі бар, адам досының дінінде деген. Адам досының дінінде дейді да. Яғни сен досың кім болатын болса, сен сондай боласың да. Мысалы ретінде сенің қалыптасқан жағдайың, ортаң, мысалы ретінде жан-жағың қандай болып жатыр, сол сені қалыптастырады да. Бенджамин Хардидің жаңа еңбегінің негізгі ойы, основная мысль книги, сен ортаны таңдайсың дейді да. Ты выбираешь среду. Кейін барып осы орта уже сені қалыптастырады дейді да. И эта среда формирует тебя. Түсіндіңіз ғой? Сонда біздегі бұл жердегі еркіндік дейді, адамның ортасын таңдауы дейді. Бұл бір керемет фактор, бағана әдет қалыптастыруға да әсер етеді. Мен алдында айтпақшы, кеше ғана осы эфирге дайындалып жатқан кезде жаздымда, адамның сырып жасауы, бір әдет қалыптастырып жатырмыз ғой. Соның сырып жасауы 1 секундтық шешім деймін да. Сырып 1 секундтық шешім.
және біз ол 1 секундтық шешімге дайындалуымыз керек та. Дайындалу. Түсінікті ғой. Иә, мысал ретінде айталық. Не үшін исламда, мысалға, әйелмен зина жасау емес, жеке қалу уже харам. Не үшін? Өйткені адам мына жерде тұрған кезде өздігінше батыр, бұл жердегі ситуация среда басқаша. Ал адам жеке қалған кезде уже среда ситуация басқаша да. Адамның миына гормондар қаншалық деңгейде әсер ететінін ойлансаң, бір кісі жазбақшы, сила воли деген бір кітап бар да. Жоқ, сила выбора деген. Қателеспесем, осылай болу керек, мен қазір ұмытып біраз болып. Адамда таңдау еркі бар ма өзі деген кітапта, түсініңіз ба? Гормондар адамның миына соншалық деңгейде әсер етеді, сен уже таңдау бар ма, жоқ па деген сұраққа ойлана бастағанда, кейбір кісілер ше, түсініңіз ба? Адам таңдау еркі бар ма, жоқ па деген сұраққа ойлана бастағанда, сен гормондардың әсерінде болмай тұрған кезіңде дайындап қою керек, әсерінде болған кезде не істейтіндігіңді. Мысалы ретінде мен қазір ұйықтайын деп отырмын. Адам ұйықтайын деп отқан кезде пландары жетеді, мотивациясы мощный. Яғни азында тұрғанда қырамын, жоям, ертеңнен бастап 5-те тұрып аламын. Ана пәленші кітаптарды оқып тастаймын, үйтем, бүйтем, түген, пәлен, мықты пландар құрып аласың да, азында уже ерте істеймін. Иә, бүгін демалуым керек қой, мен дұрыстай ұйқымды қандырып алуым керек қой, сабақ оқу үшін деген нәрсе басталады да. Бірақ енді сен ол кезге шейін дайындалмағансың да, демек. Ұйқыдан тұратын уақытында сен ұйқыдан тұратындай болуың, ұйқыдан тұрғың келетіндей, тұрып айналысып кеткің келетіндей деңгейде біріншіден бағана айтқан миссияңды өз орныңда болуың керек. Онсыз ешқайда кете алмайсың. Ал екіншіден, бірақ сен оның жағдайларын соған қарата реттеп қоюың керексің да. Адамда мысалы ретінде ұйқы мәселесі өте қызық қой. Адамда бағана айтқан Глеб Архангельскийдің кітабында как раз осы нәрсе кеңінен баяндалады. Егер де кімге қызық болатын болса, соштен кеңірек оқысаңыздар болады. Циклы сна деген бар. Мысалы ретінде адамның ұйқысы жеңіл ұйқы мен терең ұйқының арасында ауысып отырады да былайынан. Сонда мен ауыр ұйқының кезінде мен оятып жүрген болсаңыз, менде цикл аяқталмай қалды да, күні бойы басым ауырып, быт стоп әрең қиналып әрең тұрамын да. Ал егер де жеңіл ұйқының кезінде оятып жүрген болатын болсаңыз, мен емін еркін жақсы жеңіл тұрып кетемін. Сондықтан мысалы ретінде сен егер біреу таң намазға оятып жатсың ба, егер де мүмкіндігің болса, оны аунап отқан кезінде оятып жібер да. Аунап отқан кезінде, яғни жеңіл цикл дейсіз ғой, иә? Иә. Жеңіл циклдың кезінде адамның енді тереңнен кірмей ақ қояйық. Жеңіл циклдың кезінде адам аунайды. Жеңіл ұйқының кезінде адам оятып жіберсең жеңіл оянады. Сондықтан ол 1,5 сағаттық циклдардан тұрады да, орта есеппен алған кезде ұйқы. И сен будильнигіңді қоятын кезде сен уже 1,5 деп қоятын болсаң, сен тура сол жеңіл ұйқының уақытысына сәйкес келген болатын, тұрып кетуің жеңіл, әлі қайда жеңіл болады. Мысалы ретінде мен бір уақыттары тура осы методты пайдаланып, Mi Band деген мындай бір не бар, фитнес браслет болды. И ол жаңағыдай именно осыған сәйкестендіріп қойған ғой. Адам аунайтын кезінде дызылдайды да. Бір жарты сағаттық уақытты белгілеп қоясың. Сен аунап отқан кезде дызылдайды да. Түсіндіңіз ба? Оятып жібереді да жаңағыдай ше. Оятты ма сіз? Керемет кәдімгідей біраз уақыттар мен ұйқымды сонымен реттеп жүрдім да. Тура осы сияқты адам ұйқысын алдын ала пландайтын болса, әлдеқайда жеңілірек. Мен айтпай қояйын, қараңғы бөлмеде ұйықтаудың жаңағыдай абзалдығына байланысты, тыныш бөлмеде ұйықтаудың абзалдығына байланысты ештеңе айтпай қояйын. Ал бірақ осылайынан реттеуге болады. Оның үстіне мысалы ретінде будильниктің менде аларми деген будильник болды. Ол будильникті өшіру үшін сен бір нәрсені суретке түсіріп қоясың. Сен будильникті өшіру үшін сен барып соны суретке түсіруің керексің да. Мен алдымда сырттағы бөлменің сыртындағы бір жаңағыдай объектті суретке түсіріп қойдым да. Сонда мен будильникті өшіру үшін мен барып соны суретке түсіруім керек та. Ал телефонда еще программа сондай істеп қойған. Телефонды сен өшіріп тастасаң, өшірмейді да. Өшірем десең де өшпейді да, телефон ше, түсіндің ба? Шырылдап тұрады да кәдімгідей ше. Сен сонда уже сен ұйқыңнан ояну үшін аларми деген будильник алып барып сол жақта жаңағыдай нені, жаңа затты суретке түсірсең қана бар, сол кезде барып қана будильник өшеді да. А сен егер тұрып барып жүріп қайтатын болсаң, сен уже өз-өзіңді қинау ғой, жаңағы бір кісі айтпақшы, не өз-өзіңді қинап жүрсің дейді да. Ал бірақ өте тиімді. Енді соған қарамастан ол бір 3 сағат қалған кезде ұйықтап, сен тұрып осылайын жасаймын деп айту қиынырақ, бәрібір де сен ертерек уақытысында ұйықтауың керексің да. Ертерек ұйықтау керемет нәрсе. Ертерек ұйықтау, сен аз ұйықтасаң да ұйқыңды көбірек қандырады да. Мен жақында мындай бірнеше мәрте жасадым осы нәрсені. Құптаннан кейін бірден ұйықтап қалу деген теманы ше. Бізде осындай сөз бар ғой, пайғамбар салса, құптаннан кейін адамдармен сөйлескен жақсы көрмеген екен дейді да. Мысалы ретінде ақшамнан кейін ұйықтаған жақсы көрмеген екен дейді да. Бізде қазір енді
құттан ерте ғой. Оқып бірден жатып қалып жүрдім да, сағат 8-де ұйықтап қалған кездерім біраз болды кәдімгідей, өте көп болды. 7:30-8-де ұйықтап қаламын да. 7:30-8-де ұйықтап қалғаннан кейін барып, сен уже түнгі сағат 3-те тұрасың да. Түнгі сағат 1-де тұрасың, 2-де тұрасың. Сен уже ойла сағат 2-ден бастап, жұмысың басталғанға шейін сағат 8-ге шейін. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Сенде 6 сағат уақыт бар да. Сенде почти что бір жұмыс күні бар да, сенде ше. Мысалы мен сияқты түнде жұмыс жасағанды жақсы көретін адамдар үшін ол керемет та кәдімгідей. Сен емін еркін, тып-тыныш, ешкім жоқ. Оның үстіне мысалы ретінде түнде бір адамда бір шығармашылық бастаулары оянады ғой. Сондықтан сен анда бір шығармашылықпен үлем керемет нәрсе. Сен уже кітабыңды да оқисың, жазатынды да жазасың, әлдеқайда мықты. Ал бірақ мен сағат 7:30-да ұйықтап қалу үшін не істеуім керек? Мен бүгін 5-6 сағат ұйықтауым керек та. Мен бүгін 5-6 сағат ұйықтаған болатын болсам, және кешке дейін ұйықтамай үйтіп бір нәрсеге шыдаған болатын болсам, обычно мен бір кофе ішіп алу маған мысалы көмектеседі, кешке қарай шаршауға, өйткені кофе бір көтереді, кейін шаршай бастайсың ғой. Осылайынан жасап, уже мен сағат 7:30-8-де ұйықтап қалған кездерім өте көп болды. Мен және көршім де өте жақсы болды, әрине көршіменен қарым-қатынас рөл ойнайды ғой. Ол кезде уже сен толыққанды ұйықтап, демалып, 8 сағат мысалы 8-ден басып сансақ, 9, 10, 11, 12, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. 4-ке дейін ұйықтаған өзінен 8 сағат ұйықтайсың да. 7-ге шейін ұйықтасаң, сағат 3-те тұрасың да. Керемет. Уақытты қаяқтан аламыз деген сұрақтың жауабы мінекей мысалға. Өзіңізге байланысты. Сонда ең әуелі ең қызық енді қанша дегенде сен кітап оқи бер, басқа қылай бер. Кей кезде қарасаң элементарный діни сүннеттерді орындау сенің осындай бір кітаптарды оқыған кездегі ала алмаған нәрсеңді береді да кей кезде. Мысалы ретінде ана медитация мәселесіне байланысты жүрген кезде неужели бізде медитация деген нәрсе жоқ деп қатты уайымдап жүрдім да. Азаннан таптым ғой, ойлашы. Азан айтылған кезде жай ғана тыңдап, қайталап отыру саған медитация берген сияқты әсер береді да. Біз пайғамбарымыздың өмір сүру әдісімен қызық қой, мысалы қарашы. Мен осындай бір нәрсені қазір сабақ қылып түсіндіре беруім мүмкін. Менде семинарлар бар, басқалар бар, мен сізге кітаптар не қылуым мүмкін. Ал бірақ біреулер олайына отыра алмайды. Мысалы қазір 1,5 сағат біреуді тыңдап жаңағыдай отыру өте қиын нәрсе. Мысалы ретінде әлемдік деңгейдің өзінде алатын болсақ, жаңағыдай жеке тиімділік неге байланысты авторлардың подписчиктер 500 мыңдай ғана болады обычно. Әр кетсе миллион болады да әлемдік деңгейде. Ал қарапайым сотканы сатып алғандар қай сотканы алу керек деген каналдар 20 миллионнан жинап жатқан кезде ол әрдайым қиынырақ. Ал бірақ кез келген адам ол андай тиімді өмір сүру үшін мен бір әдіс ойлатпауым керек болса, мен не істер едім да, мен басым қатар еді да. Ал сен ойла, бізде дінде қалай болды? Жай ғана сен пайғамбар істегендігі үшін сен оны істейсің да. Сен оны сүйгендік үшін оған ұқсауға тырысасың да. Мысалы ретінде жаңағыдай бір футболистерге ұқсауға тырысып мындай бір шашын өсіріп алған жігіттер бар мысалы ретінде. Я болмаса шашын сарыға бояған Эминемге ұқсаймын деп, я болмаса корейский жігіттерге ұқсаймын деп сырға тағып алған жігіттер бар мысалы ретінде. Ұқсаймын демеген ғой енді, бірақ сол мәдениет сіңірген да, айтқым келгені. Ал бірақ сен ойла, пайғамбарымыздың деген сүйіспеншілік сені екі өмірдегі тиімділікке алып келетін болса, ше қандай не деген действенный инструмент та. Сен оған кітап оқымайсың, басқа қылмайсың, сен медитация жасаудың әдіс тәсілдерін қарамайсың. Ал бірақ ана жерде саған уже керек әсер ететін мықты жаңағыдай өміріңді реттеп қоятындай сен жүйе дайындай, ана сен просто бери, живи по этой системе. Сен жай ғана алды, осы жүйемен өмір сүре бер. Уже саған жаңағыдай медитацияның да мысалы ретінде беретін нәрсесін берейін деп тұр, сен күніге 5 рет мысалы ретінде мешітке жақын жерде өмір сүретін болсаң, я болмаса телефонда азан айтылады ғой мысалы ретінде. Дүниелікте кейін жаңағы мысалы ретінде медитацияны қалай жасайды? Иә, енді мен бір қазір тақи киіп отқаннан кейін діни болғаннан кейін барып айтып жатыр деп ойлап қалмаңыз. Мен ең әуелі осы психология басқа кітаптардан сабақ беріп жүрген адам болғанмын негізінде. Мен Нұр-Мүбаракқа түспей тұрып, мен семинарлар жүргізетінмін, студенттерім бар болатын. Ол кездің өзінде уже бір 5-6 жылдай болған, мен студенттерім жұмыс жасай бастағаныма. Яғни мен бірінші дінді танып, сосын барып осындай психология келген жоқ, менде наоборот болды. Ең әуелі сол психология басқа кітаптарды оқып жүрдім дағыны. Соларға көбірек кіріп жүрдім да, кейіннен барып Нұр-Мүбаракқа түстім. Бірақ соның өзінде бір енді байқағаным осылайынан болды да. Сен осы жүйемен өмір сүрсең уже жеткілікті да. Мысалы ретінде дәл медитацияның өзі қалай жасалынады? Мысалы ретінде үйреніп жүрген кісілер, инструктор болады, сен жүктеп аласың, демің тарт дейді, демің тартасың, жібер дейді, жібересің, енді қайтала дейді, менің денем бос деп қайтала дейді, мен денем бос дейсің мысалы ретінде, түсіндіңіз ба? И сен азанның қалай жасалынатынын ойла да. Аллаху акбар, сен Аллаху акбар дейсің да, тыңдайсың, сосын барып қайталайсың да, түсіндіңіз ба?
осындай деңгейде жұмыс жүргізіліп жатады да. өзіңіз дұрыс тамақтанудың психологияға әсері қандай дейді? Әсері өте жоғары. Әсері өте жоғары. Тіпті ты то, что ты ешь деген принцип бар. Адамның іс әрекетіне оның миындағы гормондар әсер етеді деп бағана айттық қой. Мысал ретінде кей кезде болады, сен просто сірке су көтермейді дейді. Сіркең су көтермей тұр ғой деп айтады мысал ретінде. ага. Раздраженный, агрессивный болып тұруы мүмкінсің. Саған оған әсер еткен жай ғана кальций жетіспеуі мүмкін, я болмаса мысал ретінде глюкоздың жетіспегендігі болуы мүмкін. Сондықтан сен мысал ретінде тәтті жеген болатын болсаң, шоколад жеген болсаң, мейіз жеген болатын болсаң, сен уже ол сені әлдеқайда не агрессивный, сен әлдеқайда бейморал дейді ғой. Өте керемет сөз да. Бейморал сезінуіңе керемет әсер етеді. Яғни ол белгілі компоненттердің ағзада жетіспеуі психологияға әсер етеді дейсіз ғой тікелей. Міндетті түрде. Мысал ретінде сен бойында шынымен де мысал ретінде глюкоз жетіспей тұрған болатын болса, сен әлдеқайда агрессивный боласың. Сол үшін мысал ретінде кей кезде бір кісілер айтпақшы, әйеліңмен ұрысып қалған болатын болсаң, үйге шоколад алып кел дейді да. Шоколадтың құрамында мысал ретінде глюкоза болады. Ол нәрсе сені гормональный фонға әсер етеді былайша айтқан кезде. Енді ол көп нәрсе. Бағана айтқандай адамға Люси Джо Паладин деген кісі бар. Люси Джо Паладинда максимальная концентрация деген кітап бар. Максимальная концентрация деген адамның бір нәрсеге назар қойып отыра алуының мәселесіне байланысты целый кітап жазған. Назар, зейін. Сонда ол кітаптың өзін жалпы оқуға кеңес беріп, кісі былай жазады. Адамда мысал ретінде стресс деңгейі бар дейді. Мысал ретінде стресс деңгейі бар. Жоғары немесе төмен. Тым төмен болса, ішіп пыса бастайды. Ол стрессті көбейту керек. Тым жоғары болған болса, уже ол адамның миы ашу бастайды деген сөз. Сен осының ортасын табуың керексің да, сен үшін емін-еркін деңгейде отырып оқи алу үшін. Сондықтан егер мысал ретінде тым қатты ішің пысып жатқан болатын болса, саған раздражающий факторлар көбейту керек. Сен үйде тып-тыныш жерде отырсың ба, ішің пысып кетіп жатыр ма слишком, сен көпшілік жерге барып оқы. Егер де сен көпшілік жерде отырып, сен миың ашып отыр ма, сен наоборот тыныштау жерге барып оқы. Әлбетте сен тыныш жерде отырып адам оқып үйрену керек. Ал бірақ мысал ретінде кейбір кісілер болады, тым қатты жеңіл болса, я болмаса тым қатты раздражительдер аз болатын болса, оны ішіп пыса бастайды да. Сондықтан сен уже отырған жеріңде, сабақ оқитын жеріңде міндетті түрде қарауың керексің. В том числе бұл Құран оқуға да байланысты, басқаға да байланысты. Сізбен жалпы сұхбатқа мен ойлаймын, жаңағындай бір жазды, бір комментарийімізді, бір сағат жетіспейтін сияқты негізінде. Бірақ қазіргі таңда жалпы кайдзеннің Қазақстандағы бір негізін салушылардың бірі Марғұлан Сейсенбай танитын шығарсыз, білесіз ғой әрине. Марғұлан Сейсенбай танимын. Туралы мысалы түсірген бір роликтерді айтады, непредсказуемый Марғұлан дейді ғой. Сол сияқты мен де жаңа сізге қарап отырсам, непредсказуемый Әбілқайыр екенсіз, машалла, өте керемет. Машалла. Сізге Алла разы болсын, Әбілқайыр ұстаз. Сіздерге Алла разы болсын, сабыр етіп көрген тыңдағандарыңызға. Жоқ, біз сондай бір ықыласпен, және бір интересный болды дейді ғой, бір тың ақпарат, шынайы және өмірде болған нәрсе. Сондықтан Әбілқайыр ұстаз, сізге шынайы Алла разы болсын. Өте бір ниетіңізге қаратай, осы Рамазанда бір жақсы ақпаратты біздің оқырмандармен бөлістіңіз деп есептеймін. Тікелей эфиріміз аяқталды. Тағы да егер Әбілқайыр ұстазымызды көргіңіз келетін болса, дайректке немесе комментарийға жазыңыздар. Міндетті түрде шақырамыз деп ойлаймын, егер ол кісі келсе, иә? Әбілқайыр ұстаз. Сіздерге көп рахмет. Алла разы болсын. Әрине, иншаллах, егер де қажетім болатын болса, қызметтеріңізге әзірміз. Эфиріміз сақталады, міндетті түрде көріңіздер және бөлісіңіздер. Ассаламу алейкум. Алла разы болсын. Сіздерге рахмет. Алла разы болсын. Ассаламу алейкум.